Ал міне берекелі біздің отырыс. Достар, қайда кетіп баратырмыз дейсіздер ғой. Алла қаласа қасиетті Мекке Мединаға баратырмыз. Осы блог, осы сапар туралы болады. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Достарымызбен біз осы сапарға шықтық. Жай сапар емес, енді құлшылықтан бөлек танымдық, тарихи. Бұрын бабаларымыз осындай жолға жылдарын арнаған қанша көптеген қаражат кеткен. Ал қазір Құдайға шүкір ұшақтар бар, көліктер бар дегендей. Бұрын аталарымыз сол замандағы мықты аппаратын айтқан кезде транспортный средство дейді ғой, жаңағы жүру. Ол кезде не болған? Түйе, өгіз, жылқы болған. Алдарына қой сауып алатын болған, сөйтіп жүретін болған. Қазір Құдайға шүкір көбінесе тік ұшақпен барады. Аллаға шүкір. Осылай міне көптеген адамдар мынау Шымкент әуежайы керемет екен, дәу керемет. Жігіттермен бірінші рет баратқандар бар, опыттары біраз жігіттер бар. Қалай жігіттер, настроение қалай? Өте жақсы. Керемет. Жақсы, күшті. Керемет. Нұрбек, сен бірінші рет па? Иә, иншалла бірінші рет. Қандай ой енді, елім, жерім деп? Енді 50-50 ғой. Ага. Как говорится, неизвестность пугает. Қазақша сөйлесейші, не? Қазақша айтайын. Сен қажылыққа баратсың, қазақша сөйлемейсің ба? Орысша блокта. Өне, қазір шығамыз ары қарай. В общем, дәретімізді алдық, өйткені таң намазын ұшақта оқитын сияқтымыз, сол үшін дәрет алу керек. Ұшақта дәрет алу қиындау. Мединаға жеттік, келдік. 6,5 сағат ұшып келдік. 6,5 сағат отырып келу оңай емес, бірақ қазір ғана дүниежүзілік ахуалдарға байланысты айланып өтеді. Сол үшін. Бірақ енді самолет жақсы, тамақтары жақсы. Өте әдемі, керемет. Қазір енді паспортты контрольден өтуіміз керек. Welcome to Medina дейді. Әхлен бикум фил Мединазил Мунауара дейді. Өзіміз заттарымызды алып, міне енді басқа қажылармен бірге Мединаға кіріп келатырмыз. Аэропорттан, әуежайдан шығып. Ой, міне кешетін қазақтар бар. Қазақтар бар, өзбектер бар, басқа ұлт өкілдері бар. Алейкум салам, келдік аман-есен. Бізді қарсы алып жатыр. Ұлттық киімдермен өздерінің. Салам. Қазір жиналып алайық. Міне көлікке мініп алып келе жатырмыз. Самат деген өзіміздің бауырымыз інішек. Осында тұрақты, осында жұмыс жасайды, бизнесмен. Мынау біз қазір Ухуд тауына кетіп баратырмыз. Мына араб елдерінде тонировка міне Бізге де рұқсат етілген. Қырғызстанда да рұқсат етілген, Өзбекстанда да рұқсат етілген тонировка. Платно. Ақша төлесең болды. Сол біздің елде де негізі анау блатной нөмірлерді сатты ғой, солай сатып ақша тапса болады ғой негізі. Деп ойлаймын енді.
вообще қазақтар вообще панторезға шығар ұрады. Қазақтар панторез дейді. Келісесіздер ме, достар? Онда полный тонировкамен жүрміз. Как его? Ұқыптау Без понтов казах, без понтовый казах деймі? Міне мынау Ухуд тауының біз қазір әуежай жағынан келе жатырмыз. Ұзыннан ұзын осылай қанша километр еді? Ухуд былай 7 километр, былай 20 ма, бір бөле километр. Мына бетте Ухуд тауына сол жағында қарама-қарсы жерде ол Пайғамбар саллаллаху алейхи мешіті бар. Соғыс болған жер, қазір сонда біз бара жатырмыз. Мұнда қай жерге келдік деп ойлайсыздар? Мынау мешіт, мынау тау. Бұл жерде садақшылар тұрған. Ухуд тауы соғыстың болған жері. Осы жерде 70 шақты шейіт болған адамдар, сахабалар осында жерленген. Міне осы жерде 70 шахид, шейіт жерленген. Осына мына адамдар дұға жасап жатыр. Неше дүние жүзінен келген адамдар. Ислам ел дамытқан кезде қабірлерге бармаңдар, қабірді зиярат етпеңдер деп айтқан, бірақ кейін ислам діні күшейгеннен кейін, Алланың бірлігі танылғаннан кейін айтады, енді мен сіздерге қабірлерді зиярат етуді әмір етемін. Қабірлерді зиярат етіңдер, өйткені қабірді зиярат ету өлімді еске алады дейді. Сосын біздің қабірлерді зиярат еткен кезде осы кісілерге дұға жасаймыз. Өлгендерге дұға жасаймыз. Осы жерде жалпы Ухуд шайқасының 70 сахабасы осында жерленген. Шариғи жерленгенде адам қайтыс болды ма, басына шейін тас қоя салады, болды. Белгі ретінде. Кезінде бұл жерде ешқандай тазалау, ешқандай шөп өспейді, тал өспейді, ештеңе өспейді. Жаңағы қоршап қойып салады. Индонезия, Малайзия деген елдерден осылай адамдар көшіп келіп дұға жасап жатыр. Сосын бұл дұғаның несі бар, әдебі бар. Соны айтып жіберейік деп. Ассаламу алейкум ля ахля дияри минал муслимин вал муъминин ва инна иншааллаху бикум лалахикун ва лакум ал-афия. Мұсылмандар мен осында жерленген мұсылман мүминдер, бізде сендер сияқты, сіздер де бізде сияқты болыңыздар, біз де сіздер сияқты боламыз. Алла сіздердің күнәларыңызды кешірсін. Алла күндерге көп хидаят берсін. Медина қаласындағы құрма бақтарының бірі. Бұл жерде құрма сатып алса болады. Жалпы құрма ағаштары қалай өседі дегенді көрсеңіздер болады. Сауда саттық қой енді. Жылтырағанның барлығы қарап отырсын. Сауда үшін бәрін орысша, қазақша, өзбекше, түркше бәрі жаттап алған. Мына жерде қажекелер өлең айтып отыр енді. Міне құрма ағаштар осылай өседі. Құрманың түр-түрі бар, оның басынан зонтик тағып отқан. Құрманың неше түрлісі бар. Біз құрманың бір 2-3 түрін ғана білетін болсақ, міне құрмадан жасалған кәмпиттер, шоколадтар, өзіміздің Орта Азиядан келген. Өйткені бізге бұл таңсық болмаса да, басқа елдерде бұндай жоқ қой, достар. Басқа елдерде бұндай жоқ. Сол кезде осындай қасиетті жерге келген кезде
басқа елден келген кісілер осындай дүниені алып үйлеріне апарып жатады сарықтық ретінде. Өзбекстан қажылары жүр. Құрманың түрі бар. Ой. Жүре келе біле бересің деген әңгіме болса екен ғой. Welcome. Ал қайда келдік дейсіздер ғой. О, аппақ жер. Мынау екі қыблалы мешіт, Қыблатейн мешіті. Осы жерде пайғамбарымыз Ал-Ақса, Иерусалимге қарап намаз оқыған, кейін жүрегі Меккедегі Қағбаға қарап намаз оқысам деген өтініші болған жүрегінде. Сол кезде Алла Тағала енді жүзіңді қыблаға қарат деген кезде осы жерде жүзін қыблаға қаратып намаз оқыған. Содан бастап біз достар жүзімізді қыблаға қаратамыз. Сол тарихи сәт осы жерде болған достар. Тарихи жерлер. Адамдар кеп осына жаңағыдай намазын 2 рәкат намаз оқып басқа да жерлерге барады. Дәретхана, тазалық деген керемет. Міне 2 қыблалы мешіт. Оң аяқпен мешітке кіреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кезінде міне қазір қыблаға қарап тұрамыз. Бұрын былай қарап намаз оқыған ғой, артқа қарап ше. Байқаңдар, мына адамдар намаз оқып отыр, жүндер аржаны артынан өтіп кетейік. Намаз оқып отырған адамның алдынан өтуге болмайды, сол үшін ар жақта бос қой, көрдіңдер ме? Қажекелер, құрметті қажекелер, сіздер де асықпаңыздар. Мешітке кірген кезде мына көрдіңіздер ме? Ортасында адамдар қаптап тұр. Біздің сәл қараңыздаршы, ортасы тола. Мына сәл сетчіге шықсаң, орын бос. Міне, қараңыздар. Сәл сетқа шықсаңыздар, сет жағына. Қараңыздар, қандай бос. Осы жерде 2 рәкат намаз оқып аламыз. Осы сәулеті керемет. 2 қыблалы мешіт деген жер осы. 2 рәкат сәлем намазын оқып шығамыз қазір осы тарихи жерде. Сіздермен бөлісіп отырмыз достар. Лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Осында келулеріңізге Алла нәсіп етсін. Келіп тарихи жерлерді аралауыңыз. Тарихи жерлер, ғибадат құлшылықтарыңызды жасайсыздар. Қазақтың ойы міне кепкісі өзімізбен бірге. Бірақ білмеймін, қай жағынан келіп, қай жағынан шығып. 3-ші рет кесем де дейсің ғой. Бір автобуспен кеп тұрған Ар жағынан ол. ар жағы. Біздің елден кіріп осы жерден шығамыз, Иә. Кірген есіктеріңді жаттап алыңдар. Аяқ киімдерің жоғалып кетпесін. Қажылардың көбісі осындай аяқ киімдерін ұмытып кетеді қайық қойған. Ұмытқан жоқсың, қандай мешіт екенін? Әр келген сайын мына жақтар Қанша? Ең бірінші исламда ең бірінші мешіт. Ислам мемлекеті құрылғаннан кейінгі бірінші мешіт. Осында кімде-кім дәрет алып 2 рәкат намаз оқыса, умраның сауабындай сауап алады деген міне дүние жүзінің адамдар келіп жатыр. Тарихи ғибадат жасайтын жер. Міне біз де 2 рәкат намаз оқып қазір шығамыз. Аяқ киімдерімізді қойып кетейік. Сол жәшіктерді жаттап алайық қайыққа қойғанымызды. Жүндер арғы шетке қойсылайық болмаса. Орындар көп. Шешейікті. Біреулер ұмыт кеткен ғой аяқ киімдерін. Шаң басып жатыр ғой. Біреулер ұмыт кеткен ғой. Мен мына жерде сол хадис жазылып тұр ғой. Мен
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. Жаңағы айтқан хадис. Кеттік жынды. Біз мешітке оң аяқпен кіреміз. Бисмилля, Аллахумма фтахли абуаба рахматик. Міне, Құба мешіті. Салқын, ортасы ашық бұл мешіттің. Жабық жерлері қатты салқында, амына орта шақтары, орта шеті кәдімгі жылы болады ше. Не ыстық емес. Міне қызмет етіп отқан қызметшілер міне андай көкіреше киіп алған. Құба деп, мешіт Құба деп. Бұрын бұл жерде зәмзәм болатын. Еркебек. Зәмзәм емес пе? Қазір білмеймін. Бұрын кәдімгі Жазу жоқ екен зәмзәм деген. қазір мен сұраймын қазір. Бұрын мешіт осы Құба мешітінде кәдімгі зәмзәм болатын. يا أخي الآن في موجود زمزم أم لا؟ ما في؟ لا ما في. زمن قديم فيه. نعم. لا أول كانت موجود بس شالوها. شالوها؟ يس. Анау тура соны айтып отыр. Бұрын болған осы жерде қазір зәмзәм емес, қазір жай су. Бірақ біз бұрын осы жерде зәмзәм ішіп кететінбіз. Thank you. Чоң рахмат. Рахмет. Неше түрлі айтып. Осы жерде намаз оқып алайық. Адамдарға алдынан өтпейтіндей қылып жерге барып намаз оқып алайық. Мына Мекке Мединада доллар айырбастау керек болса, осындай айырбастайтын обменный пунктке келесіздер. Бір жақсы жері мен білетін 30 жыл ма, 40 жыл ма курс бірдей ғой. 1-2 реал плюс-минус, 2 реал, 3 реал плюс-минус болады. Қалған уақытта бірдей болады. Ешқандай андай арасында бір үлкен разница болмайды, айырмашылық болмайды. Ешкім алдап кетпейді бір жақсы жері. Долларларды міне осы жергілікті сауд реалына ауыстырып алдық, достар. Бұл жерде бір жақсы жері курс любой жерде бірдей де, проблем жоқ. Бізде отырмайсың. Қай жерде арзан, қай жерде қымбат деп бізде отырмайсың. Барлық жерде бірдей де. Жасыл күмбез. Осы мы Пайғамбар саллаллаху осы жерде астында жатыр. Біз міне жас қажылармен бірге Пайғамбарымызға, Абу Бакр, Омарға сәлем беру үшін келе жатырмыз. Дүние жүзінің қажылары. Осы жерді көрдіңіздер ме? Бүйтіп айланып, осы жерден бүйтіп айналып барады да, ар жағынан бірақ шығады. Дәрет алатын жерлер мынау. Не деген тазалық. Қандай атмосфера? Таңжарық. Бөлек. Тазалық, тыныш. Жүректің тыныштығы. Ештеңе уайымдамайсың дүние туралы. Спокойно. Сендер елім, жерім дегенде дұғаларды ұмытып атқан жоқсыңдар ма? Да? Жасаймыз алда. Иншалла қанша 10 күндей бар ма? 10 күн, 9-10 күн бар әлі. Қалай Нұрбек? Жақсы. Арабтың киімін киіп алып, араб болып кеткен жоқсыңдар ма? Мына Саудия ғой. А? Жоқ. Қазақпыз ғой. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ деп. Аллаға шүкір. Осы мынандай шатырларды айтамды. Өте көп. Біз оқыған кезде осының тек қана мешіттің ортасында болған. Басқа жерде болған. Енді қараңыздар достар. Бабу сәлем, сәлем беру есігі деп аталады. Жігіттер, міне қараңдар. Номер бірінші Бабу сәлем. Бірінші есік. Осында келеміз. Мешітке кірген кезде оң аяқпен кіреміз. Және де мешіт дұғасын кіретін дұғаны айтуымыз керек. Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Аллахумма фтахли абуаба рахматик деп оң аяқпен басамыз. Қаншама қажылар. Мынау барлығы Осман империясы. Осман империясының көрнектілігін дейміз ба, дизайны ғой.
бәрін қарасаңыз. Осында кім Стамбулда болды, Стамбулдың көне тарихын жерлерін көрді, осындай оюларды көре алады. Шамдар, ескі шамдар. Осында қазір сәлем беріп шығамыз. Бір қызығы ешқандай давка жоқ. Ешкім итермелемейді. Міне жай келіп қалдық. Мына пайғамбарымыз салсам үйі болған осы жер. Үйі кішкентай бөлмелер болған осы жерде, сосын ар жағы мешіт болған кезінде. Қазір бөлек. Ана жерде міне жәннаттың бір бағы деп рауда деп аталады, арғы шет. Мынау қазіргі бірінші саптың орны. Енді сәлем береміз жігіттер. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Ассаламу алейкум я Аба Бакр. Ассаламу алейкум я Омар. Жатқан жерлер жайлы болсын. Топырақтар торқа болсын. Міне пайғамбарымызға сәлем бердік. Адамдар өкінішке орай осы жерде бір қателік жасайды. Жаңағы қыбла былай қарай қазір. Қыбла былай қарай. Біз пайғамбар салсам мына жерде жерленген. Өкінішке орай пайғамбардан көмек сұрап сондай бір қателіктер болып жатады бұл жерде. Енді білімсіздік бұл. Бір жерде жай сәлем беріп өтіп кету керек. Яқтан мынау полиция қызметкерлері соны қадағалап отырады. Тұрмаңдар дейді, тұрмаңдар, өтіп кетіңдер дейді. Тұрмай тез-тез өтіп кетіңдер. Өйткені адамдар көп, кептеліс көп. Тез-тез сәлем беріп, арғы өтіп кетіңдер дейді. Біз міне жігіттермен бірге сәлем бердік. Тез-тез өтіп кетуге тырысып жатырмыз. Просто адамдар тұр. Кезіндегі Осман империясының осылай тарихи жерлері кезінде осыны сақтап қалған, басқа ұрпақтар көрсін деп. Міне енді шыққан кезде мынау 41-ші есік көп шығады. Бабул Бақи есігі. Яғни анау жерде, анау қарасаңыздар, мешіттен шыққан кезде сол аяқпен шығамыз. Қарасаңыздар, анау жерде сахабалар, сахабияттар, үлкен әулие кісілер сол жерде жерленген. Арабтар неге дастарханды басып жүреді? Мені қараңыздар, мына ұзындығы қанша метр болады? Еркебек? 15 метр. 15, е? Әне, қараңыздар, бір дастархан, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дастархан қазір жайылып тұр. Әлі де жайылады қазір. Соны адамдар енді өту үшін яқтан ләж жоқ атта өтеді, бірақ бұл дастархан емес негізі. Бұл дастархан емес. Бұл былай айтқан кезде тез алынып салынатын клеенка деп айтсақ болады былай. Не үшін? Өйткені мынау былай айтқан кезде кілемдер, міне қараңыздар, анау жігітті қараңыздар, қалай тасып жатыр. Ұзын соғызып жатыр қараңыздар. Балалар ойнап жүр мешітте. Сотқа шықылап жүргенше осылай ойнап жүрген жақсы. Көріңіздер ме, ұзын дастархан төседі. Қалай адамдар өтеді? Ләж жоқ өтіп кетеді. Олардың дастархан негізінде, бірақ үйлер, мен байқаған арабтар үйлерінде бүйтіп дастархан баспайды негізінде. Мынау ләж жоқ ары-бері өту үшін болғаннан кейін басып кетеді. Біздің танымымызда, біздің салт дәстүрімізде біз дастарханды ешқашан баспаймыз. Оны үгіттемейміз де, онды насихаттамаймыз. Әр елдің салты басқа, иті Алла қасқа дейді. Біздің арабтардың салт дәстүрі керегі жоқ. Біз Қазақстанда жүргенімізде ләж болса, ондай дастарханды баспауымыз керек. Бірақ біз осындай ұзын төсемейміз ғой, бұндай ұзын төсемейміз. Бізде ары кетсе 2-3 метр болады, қонақтар келсе бір 10 метр болады дегендей. Міне, тағы да бір дастархан төсеп отыр бер жаққа. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме?
Mene qanchama adam пайғамбарымыздың мешітінде жұма намазға келіп жатыр. Астында орын жоқ. Мынау Мұхаммед пайғамбарымыздың мешітінің үсті мынау. Кім көрмеген болса, көріңіздер. Сіздерге арнайы көрсетіп отырмыз. Қараңыздар, өзі үстінде жап-жарық болғаннан кейін көзілдірік болмаса, көзін көрмейді. Біздің өзіміздің сықси көзіміз тек ештеңе көрмейді. Сосын осыны күннен қорғайтын әшкелер киіп алу керек, достар. Қараңыздар, мына купулдар барлығы ашылады. Сөйтіп мешітке таза ауа кіреді. Қазір бізде бір орын тауып осында отырамыз. Елімізге, жерімізге дуа жасаймыз. Халқымызға, біздің жігіттер, қажылар. Қараңыздаршы. Бұл жерде қазір шамамен бір 2-2,5 миллион адам жиналып отыр. Қараңыздаршы. Қараңыздар. Тола адам деген тола. Қазір осы жерден бір орын тауып жайғасамыз салашысы. Міне жұма намазына дайындалып отырмыз. Адамның көптігі солай. Мына жерде ашық тұрған жерге әйтеуір отыра қалдық. Басында бос тұрғанда бәрі толып кетті. Какой-то 5 минут ішінде бірақ толды ғой. Мына жерде ойлаңдаршы, бір 2-2,5 миллион халық бар. Асты үсті бар анау. Двор бар анау, аула бар. Бәрі тола. Дүние жүзінің адамдары келіп отыр. Мына жерде қазір қарасаң Пәкістан, Үндістан, Марокко, Алжир, Египет, дүниенің Малайзия, Индонезия, Шығыс Азия бәрін. Түрк арқадаштылар, түрк достар мына жерде тола көшеркен. Осылардың бәрі бір араб болайын деген жоқ шығар, а? Мұсылман шығар бұлардың бәрі. Where from? Morocco. Marokko. But I live in Belgium. Nice to meet you. Belgium. I work in Belgiyadan. You? Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Pakistan. Kazakhstan. Muslim? Yes, of course. Gigi Головкин. Басқа кімді айтамыз енді? Димаш You Құдайберген. live in Kazakhstan? No, we live in Kazakhstan. You know about Kazakhstan something? Yes. Where is this? Kazakhstan. It is between Russia and China. Its capital city Astana. Nursultan Nazarbayev. Why You know Morocco? Yes, of course. Maghrib, Benzema, Trezeguet. Hakimi. Басқа не айтамыз енді? Футболшыларды айтамыз енді. Марокко, Касабланка? Касабланка. Рабат, yes. 100% Muslim in Morocco. In Kazakhstan, 100%. All of Kazakh, nearly Muslim. Normal. All of Kazakh. Енді қазақтардың барлығы дерліктей деп отырмын да, жаңағы мұсылман деп отырмын. Ішінде бар ғой, енді қазір шығып жатыр ғой негізі. Ата-бабамыз бәрі мұсылман болған ғой. Жарайды, аман болсын, кім болсын, қазақтар ғой. Жұма намазы міне бітіп қалды. Біреудің заттары құлап қапты. Бұл жерде бір жақсы жері, біреудің затына біреу тиіспейді. Қайтып айналып келсең, осы жерден табасың. Кеше бізде бір гостиницада, қонақ үйде сотовый телефон, iPhone неде асханада қалып қалған ғой. Кейін есіне түскен бір сағаттан кейін барса, сол жерде тұр жаңағы. Бұл жерде сондай ешкімнің затын алмайды. Сіздерге көрсетіп отқаным ғой мынақта. Бұл мешіттің екінші қабаты, пайғамбарымыздың мешіттің екінші қабаты. Мынандай үлкен кондиционерлер тұр, байқадыңыздар ма? Міне желдегіштер,
адамдарға қолайлы жағдай жасалған. Әр түрлі ұлт өкілдері жан-жақтан келіп ғибадат құлшылығын жасайды. Андай бір араларда бір-біріне деген реніш, былай тұр, менің аяғым басып кеттің, сен басқаша оқып жатсың, болмаса жаңағы қандай да бір не пікірталас деген жоқ қой. Барлығы керемет. Біздің Қазақстан азаматтары да солай осы жерде. Қазір енді жайлап қонақ үйге бет аламыз. Қараңыздаршы, мешіттің мұнарасы әдемі көрінеді. Осы жерден қазір бір жігіттермен суретке түсіп алайық деп отырмыз. Сіздерге де көрсетейік деп отырмыз. Бұл жұма өткеннен кейінгі сәт осылай. Ал енді бұл қай жер деп ойлайсыздар, достар? Бұл бір өзбек акалар осымен осы жерде бір 50 жылдай, мен білуімше 50 жылдай осында тамақ пісіреді. Жігіттер міне кешкі тамаққа келіп отыр. Қазір көрсетемін сіздерге. Қандай кімді қарасаңыз, мынандай осындай кабинкалар болады. Әр кабинкада көрсетемін. Яқта осы жігіттер отыр. Яқта да кіріп тамақ ішіп отырады. Қол жуатын жер. Қол жуады осылай. Бұл енді кәдімгі кішігірім асхана. Дәретханасы бар, қол жуатын жері бар. Ең бастысы тамақтар өте дәмді. Біраз тмд елдерінен келген қажылар, студенттер осында келіп тамақ ішеді. Аты Руз Бухари Әл-Жадид, оны көбісі біледі, умраға келген адамдар бәрі біледі. Өздеріңізбен бірге бөлісіп көрсетіп отырмын. Біз де бір келіп дәмін татып отырмыз. Және де бір қызығы, қазір қараңыздаршы. Мынандай салфетканы көрдіңіздер ме? Не деген берекелді мынау. Екінші рет сұрамайтын деп бір рет қойып қояды. Сосын барып ұмытып кетеді ғой бұл айтқан кезде. Мына диаметрі қанша мынау, Еркебек? 50 сантиметр ғой мынау. 50-60 сантиметр. Мынау еще қаншама алынған дейсің ғой. Иә. Мәні бір 50 сантиметр екен. Осылай қолың сүртесің де тастай саласың дейді. Достар, мен сондай бір қызықтармен өздеріңізбен бөлісіп отырмыз. Қазір қазандарын көрсетіп жіберейін. Мынада көк шай, қара шайлар бар. Сау болыңдар. Мына жерде қараңыздар, мына жерде 4 қазан. 4 қазан. Тәтті-мәтті жейіп жесеңіздер. Самса бар мына жерде, манты бар. Салаттар бар, короче. Барлық қызықтың бәрі осында. Мына жігіт кішкентай кезінде көрген мен. Әкесімен бірге осында тұратын. Қазір өзі бастық қазір. Нұрбек, осы жерді талай естіп едің, Осы жерді талай естіп едің деймін да. Енді кебен дәмін татып көресің енді. Қалай жігіттер, қарындарың ашты ма? Қарны ашты. Қолмен ұрайықтап тұрмыз ғой. Қолмен қазір қазақша дейсің ғой қазір. Ой, міне. Ал жігіттер, мынау, Кабир. О, шай, Ахдар ва Ахмар. Ахдар ва Ахмар. Ал жігіттер, түнке, таста телефонды, ё-майо. Жігіттер, мынау арабтың емес, өзбек ағайынның күріші, ал енді ас болсын. Жігіттер, бисмилля.